Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 7 сабақ 27, 28, 29, 30 жаттығуларды бірге орындаймыз. 27 жаттығу. Мәтінді оқып не туралы екенін анықта. Ат қой дейді. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр, бауыры мен екі бүйірі ақ түсті, қанаты жалпақ. Тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауынқұртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Ол кім? Бұл не кітабынан алынған. Мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз дейді. Мәтіннің тақырыбы қызғыш құс. Мәтін қызғыш құс туралы, сондықтан біз қызғыш құс деп қоямыз. Жоспары: қызғыш құстың түр сипаты. 2. Қызғыш құстың қоректенуі. 3. Қызғыш құстың пайдасы. Осылай жоспарын жазып аламыз балалар. Келесі мазмұндама. Қызғыш құс далалы жерде мекендейді. Оның түсі жасылдау, бауыры мен екі бүйірі ақ түсті, қанаты жалпақ, тұмсығы қысқа. 2. Қызғыш құс жауынқұрт, шыбын-шіркей, қоңызбен қоректенеді. Қызғыш құс зиянды қоңыз, шіркейлерді жеу арқылы табиғатқа пайдасын тигізеді. Әрі қарай 28 жаттығу. Мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Қазақстан құстары кітапшасынан. Оқығандарың сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Оған ат қой. Жыртқыш құс үкінің түр-түсі, оның пайдасы. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда дейді. Қай бөлік жазылмаған? Соңғы бөлікті құрастырып айт дейді. Енді балалар мәтінге ат қоямыз. Мәтін үкі туралы. Сондықтан біз мәтінге үкі деп тақырып қоямыз, Бұл мәтін сипаттау мәтініне жатады балалар. Себебі бұнда үкіні сипаттап жазған. Бірінші сұрақты орындайық. Жыртқыш құс дейді. Мәтінде үкінің жыртқыш құс екені айтылған, 2. Үкінің түр-түсі. Мәтінде үкінің түр-түсі айтылған, Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ дейді. Ал 3. Оның пайдасы дейді. Мәтінде үкінің пайдасы туралы ештеңе айтылмаған. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін біз талдадық. Енді қай бөлік жазылмаған дейді. Үкінің пайдасы туралы. Балалар, мәтінде үкінің пайдасы туралы жазылмаған. Соңғы бөлікті құрастырып айт дейді. Ал енді өзіміз осы үкінің пайдасы туралы мәтін құрастырып жазатын боламыз. Үкі табиғатта кездесетін құстардың бірі. Оның бірнеше пайдасы бар. Табиғи жәндіктерді бақылау. Үкілер жәндіктермен, әсіресе кеміргіштіктермен қоректенеді. Бұл ауыл шаруашылығында және бақшада зиянкестердің санын азайтуға көмектеседі. Үкінің адам өміріндегі рөлі мен пайдасы өте көп. Келесі 29 жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Баласын тізіп соңына сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына. Кім біледі? Кім біледі, үйректі болады. Жұмбақтың шешуі үйрек болады балалар. Авторы Нұрғали Оразұлы. Келесі 30 жаттығу. Мәтінді оқы. Бір үйрек балапандарымен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап, балапандар шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапты. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға қарай жүгірді.
жыл 12 ай журналынан. Мәтіннің өзің қалаған бөлігін көшіріп жаз. Және оған ат қой дейді. Егер біз осы жаттығу мен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік дейді. Енді балалар, мәтінге ат қоямыз. Мәтінге біз үйректің балапаны деп ат қояйық. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға жүгірді деп жазып қойсаңдар болады. Немесе өздерің қалаған бір мәтінді алып жазып қойсаңдар болады. Келесі тапсырма: егер біз осы жаттығу мен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік дейді. Балалар, 29-шы жаттығуда жұмбақпен бір кадрмен мультфильм түсірсек болады, ал 30-шы жаттығуда бірнеше кадрмен түсірсек болады. Яғни 30-шы жаттығудың мәтінімен бірнеше мультфильм кадрын жасасақ болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ ұнады деген ойдамын. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарымызға таратып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.